Тұрғындардың әлеуметтік хикаясы биылда жалғасын тапты. Осы жылы Петропавл жылу желілері серіктестігінің кейіпкерлері рөлін 85 нысанның азаматы сомдап жүр. Оның 69-ы көпқабатты тұрғын үйдің иелері. Негізгі мәселелері ыстық судың жоқтығы. Бұл шайқалмас жарға соғылғандардың қатарында Пушкин 103 мекенжайында тұратындар болып отыр. Отопления нет уже третий месяц. Вода горячая. Ну, это одно и то же. Отопление, вода горячая. Вот. Но у нас акимат выступал, что отопление будет включено 15 сентября. Но для включения отопления нашего дома мы же не подготовились. Когда 2 месяца закопают, опять-таки через день опять откапывают, опять начинают ремонт. Но это что такое? Жыл сайынғы қазба жұмыстары салдарынан қалалықтар ыстық сусыз отыр. Осы жолы 2 апта 1 ай емес. Бұл жылу құбырларын жөндеу жұмыстары жаз бойы жүргізілетін көрінеді. Дәл мұндай мәселеге 90 көшесіндегі нөмірі 80-ші үйдің тұрғындары тап болды. В июне отключили у нас воду. Сказали 10 дней. 10 дней прошло, еще 10 дней продляет. Еще 10 дней, месяц не было воды. Спрашиваем, в чем дело воды. Воду отключили на 10 дней. 10 дней подходит, звоню опять, спрашиваю, у вас вода, когда нам воду подадут? Продлили еще. Причем мы, когда звоним узнавать, нам говорят, что дадут, там, допустим, через 2 дня, через 3 дня, через 4 дня, и по сей день воды нет. Петропавл жылу желілеріне хабарласқан тұрғындарға жауап бір. Ертең ыстық су болады. Еріншектің ертеңі бітпейді деген мақал сірә осы серіктестікке тиесілі. Әкімдік мамандарының сөзінше бұл кәсіпорын тиісті жөндеу жұмыстарын уақытылы бастады. Дегенмен белгісіз себептермен ыстық суды қосу уақыты шегерілуде. Наши председатели КСК не могут провести Ыстық су болмағаннан соң пәтер иелері кооперативінің төрағалары тиісті қысқа дайындық жұмыстарын жүргізе алмайды. Салдарынан үйлердің құжаттары дайырланбайды. Жылуға бұл баспаналар соңғы кезекте қосылады. Осыдан туындайтын сұрақ: көп қабатты үйлер қысқа сақадай сай бола ала ма? Өкініштісі, жылыту маусымына баспаналар дайындалмаса, тұрғындар жылусыз әбден қалуы мүмкін.